Азамат Тұрсынбай. Азамат, сен айтпақшы, бүгін Қызылордаға қайтасың. Алматы сені сындырып тастады ма? Мысалы, блогерліктен неден пенсионный жүрмейді ғой. Өзіңді как будтадан кеттім деп ойламайсың ба? Ойбай, кетіп бара жатқан жоқпын мәңгі уақыт. Көзден кеткен, көңілден кетеді дей ма? Ештеңе мәңгі емес қой. Адам көп жерде маған некомфортно по-любому. Бәріне сәлем достар, жұлдыздан төмен. Бүгін бізде қонақта актер, блогер, вайнер, баурыго, красавчик жігіт Азамат Тұрсынбай. Азамат, жақында Инстаграмда Жол атты сериал түсіріп бастадың. Не мақсатта түсіріп жүрсің? Ол мақсаты көп негізі ол сериалдың. Ішінде мен айтып жеткізе алмаған темаларды ішіне кіргізгім келді. Сөйтіп сериал арқылы осы көрерменге жеткізгім келген біраз нелер бар, мақсаттар бар ішінде. Сценарийді өзің жазасың ба? Не? Вообще өзім жазамын көп нәрсе. Ар жазамын арасында. Осы жақында сен сторисыңда инвестор дедің. Бизнеспен айналысқың келді ма сонда? Не үшін іздедің ол кісілерді? Инвестор де бизнеске ғой. Мысалы, планды айтсам қазір орындалмай қалуы мүмкін дейтін бір нелер бар ғой, сөздер. Бірақ инвестор керек әлі де. Негізі, егер инвестор болса, экран ар жағынан инвестор көріп өтіп кетер едім бүйтіп. Жоқ, көреді. Көріп отырам ба? Егер инвестор болмаса, таныстарыңыз бір бизнеске ақша құйғысы келсе, онда маған шықсын. Соған керек бизнеске. Тірлік ету керек. Инстаграм не, энергия, жасықшақ уақыт мәңгі емес, сондықтан да бірдеңемен айналысу керек түбінде ше. Мысалы, блогерліктен неден пенсионный жүрмейді ғой. Жүруі мүмкін, егер ютубты ашсаң, там, соқтан просмотр жүріп, тиын түсуі мүмкін, тиын тебен. По идее, бірақ серьезный нәрсемен айналысқым келіп жүр. Айтпақшы, бүгінгі түнгі сторисіңді көрдім. Сол сторисіңде сен видео айттың. Өзімді әлі іздеп жүрмін. Кім боламын, болашақта не істеймін деп, не үшін жаздың? Не үшін жаздым? Короче, өзімді іздеп жүрмін, әлі де таппай жүрмін дегенім, әлде де ізденгім келеді. Бұдан да көп нәрсеге қолымнан келе ма, соны білгім келді да. Рахмет, оператор. Әлі аз ше, негізі блогерлік не, тағы да бір негелер керек негізі маған. Комфортын іздеп жүрмін өзімнің, немен айналысқым келеді ше. Өзім менде осы неде жүргеніме 3 жыл болды ғой. 4 жыл ма, 3 жыл ма, осы салада. Бірден өзгерту керек по-любому. Азамат, сен айтпақшы, бүгін Қызылордаға қайтасың. Құдай қаласа. Бүгін Алматыда соңғы күнің. Алматы сені сындырып тастады ма? Алматыда қандай қиыншылық көрдің? Алматыда мен қиыншылық көрген, ондай қатты қиыншылық көрген жоқпын. Қайта Алматыға келіп, командамен танысып, командамен жұмыс істеп, достар тауып, жаңадан сізбен танысып. Енді Алматының көп пайдасы дейді маған. Сериалға түсіріп жатырмын, өзім сериал түсіріп жатырмын. Опыт алдың ба? Опыт деген мынадан алып отырмын кәдімгідей. Мысалы, адами жағынан, мысалы. Қазір Қызылордаға барып, сен сол опыттарыңмен бөлісесің ба? Қызылордаға барамын обязательно бүгін, құдай қаласа, қайтып Қызылорда қаласындағы мен сияқты жастармен жұмыс істегім келеді. Оларды көтергім келеді, оятқым келеді көп нәрсені. Мысалы, просто біздің Қызылордада жастар жалындап тұрды. Просто оларға демеп жүретін бір үлкен кісілерден поддержка жетпейді. Болмаса оларсыз ақ өздерінің көтерілулеріне болады деп, мен кішігірім болса да туған жеріме өзім бірдеңем сіңіргім келеді енді жақсы жағынан. Сол үшін ғана Қызылордамен осы Алматының ортасында жүрмін, 15 күн деген сияқты. Сондай тема. Айтпақшы, сенің осы блогерлыққа келуіңе Қайрат Нұртас тікелей түрткі болды. Түрткі болды. Негізінде өзім блогер болғым келіп жүрген кезде Қайрат Нұртастың конкурсына қатыстым. Соның лебімен адамдар танып, сонымен өйстіп әрі қарай алып кеттім. Азамат, өзіңді как будтадан кеттім деп ойламайсың ба? Жоқ, көйті ойламайым. Бірақ балдар айтады, өздерінің сөздері бар. Көзден кеткен, көңілден кетеді дей ма? Сөйтіп айтады, бірақ ойнап айтады ғой. Бірақ кәдімгі командамен біргеміз. Мен Қызылордада болғаныммен, как вақты сияқты ғой бір адам. 15 күн Қызылордада, 15 күн Алматыда жүрем. Конечно, ол шығып кетіп, онда ештеңе болып жатқан жоқ. Просто мен өзім сондай адам, просто мен тыныштық жақсы көремін ше. Команда жақсы көремін, базар жоқ, бірақ андаймын, тыныштықты, жалғыздық шамала. Жалғыздықта ма идея келеді, жалғыздықта мен ойлана аламын ше. Адам көп жерде маған некомфортно по-любому. Бірақ жұмыс істеген кезде командам бар, достарым бар.
Тек жұмыс болған кезде ғана кездесесіңдер? Жоқ, былайша өмірде де жолыққан доспыз ғой. Мен друзья по бизнесу. Соңғы кезде балдардың қасында көп көрінбей кеттің да? Жоқ, бөлек тұрып отырмын ғой мен. Бөлек тұрып жатсың. Мейітжанды айтқан алдыңғы сұхбатта. Просто бөлек тұрып отырмын и все. Ондай қатты ештеңесі жоқ. Әркім өзінің решение қабылдай алады, әркім өзінің өмірі бар. Как будто кеткен жоқсың, кетпейсің да. Құдай қаласа көреміз ғой, ештеңе мәңгі емес қой. Ештеңе мәңгі емес, бірақ алдағы уақытта көреміз, көретін нәрсені бұйырса. Сен Алматыға 500 мың оқырманмен келдің? Менде 511 мен ба келдім, 506 ма сондаймен келдім да, қазір шүкір әйтеуір 970-ің ояқ бұяғым қазір. Миллионға жақындадың. Азамат, Алматыға сен ең алғаш рет келген кезде саған шынымен де бір жаны ашып көмектескен адамдар болды ма? Не? Болды. Қай жағынан? Адамдар. Адамдар. Қай жағынан көмектесті? Ну, мысалы, білмеймін мен, жақсылықтардың бәрі есімде негізі. Айтсам ол өзінше жоқ қой ертең. Негізі бар Алматыға келген кезде жақсылық істеймін. Мысалы мен командам бірімізге поддержка беріп жүрдік, біріміздің вайнымыз беріп түсіп, біріміздің вайнымызға сценарийге көмектесіп. Сен Қызылордаға қайтып бара жатсың, бірақ сыныпта 8 тұру керек, 9, 10 бар әлі. Иә. Соған келесің бе сен? Құдай қаласа келем ғой, ойбай, кетіп бара жатқан жоқпын мәңгі бақи. Келем ғой айтан, 15 күн мысалы Қызылорда, 15 күн Алматы, сөйтіп вақты. Съемка болған кезде келіп тұрасың. Сен бір сұхбатта сыныптас сериалы менің идеям деп айттың. Ал дәл сол сұхбатта Медетжан жоқ, Азамат ренжіме, бұл команданың идеясы деп айтты. Сонымен бұл кімнің идеясы болып шықты? Онда қатты қызық емес деп ойлаймын ол негізі. Команданың ғой негізі. Команда, иә. Заринамен сен қалай таныстың? Заринамен Вайн арқылы таныстық. Ғани бауырым Заринаны алып келді. Ғаниға айттым, маған бір қыз керек, бірақ таныс қыздарым бар, мен қыздармен ондай қатты общение ұстай бермеймін бұл кезде. Ұстаймын общение, бірақ Вайнға түсіп беретін ондай қыздар жоқты ғой менде. Сонымен Ғани Зариді алып келді. Сонымен танысып, шықсай далаға деп. Өтірік Вайнға шақыратын болдым кейін сол қызды, үшін сондай көпті. Негізі ұнатып қалғаннан кейін Вайнға шақыра бердім әдейлі. Иә, сөйтіп жүріп кеттім ғой. Азамат, өзің отбасың жайлы айтып берші. Өзім отбасымда әке-шешем бар, інім бар, туған 2009 жылғы, қарындасым бар 2003 жылғы. Барлығы қазір бір шаңырақта, Қызылорда қаласында, аман-есен, сау, шүкір. Ата-анаң немен айналысады? Менің анам мұғалім қазақ тілі әдебиеттен, менің әкем кезінде яғни полиция қызметкері болған. Сол екі тәрбиеде өсті қой, мұғалім мен полицияның. Өтті жақсы тәрбие, иә? Бір сәтте осы блогерлықты, вайнерлықты жалпы қойғың келген уақыт болды ма, сәт болды ма сондай? Жоқ, ондай болады, бірақ кейде ол депрессияға түседі. Любой адамда депрессия болады, мысалы. Мысалы, бірдеңе дұрыс болмай жатса, жаңа дүние шығара алмай жатсаң, депрессия любой адамда болады. Бірақ тастап кетемін, қойып кетемін деген ондай болмайды. Просто бір демалып алу керек ау деген сондай бір ойлар болады. Басында демалып аласың, қайтадан кірісіп кетесің, энергия алып. Сондай ғой. Шегінбеу керек артқа бастап кеткеннен кейін, оны жаңа нәрселерге үлестіру керек та, осы істі. Артқа жол жоқ, иә? Артқа жол жоқ. Достар, бұл Жұлдыздан төмен бүгін бізде қонақта болған Азамат Тұрсынбай, блогер, вайнер. Сұхбат ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып кетіп, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Және де келесіде қонаққа кімді шақырайық? Достар, сосын тағы да бір сұрақ бар. Ол сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, Бегімхан аға өзінің счетына 5 мың теңге аударатын болады. 5 мың теңге аударам. Сондай, менің ең көп просмотр жинаған вайным қандай вайн, соны жазсаңыздар болады комментарийдің астына. Сол, дұрыс саппадан ғой 5 мың теңге, Бегімхан аға 7 мың теңге береді екен. 7 мың теңге. 7 мың теңге. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Рахмет, сіздерді жақсы көреміз. Чау.